Қайырлы күн баршаларыңызға, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге таза коллаген денсаулыққа өте пайдалы, буындарымызға, сүйектерімізге, біздің терімізге жақсы әсер ететін осындай холодец дайындайтын боламыз. Холодецті жасау жолы өте оңай, тез дайын болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен керекті зат бізге осы сиырдың сирақтарын тазалап жуып аламыз. Керек емес жерлерін, тұяғын алып тастайтын боламыз. Осылайша су құйып, бетін жауып, қайнауға қоятын боламыз. Бір рет қайнап шыққаннан кейін бетіне көбін алып, суын төгіп, сирақтарымызды қайтадан жуып жіберіп, таза су құйып, қайнауға тағы қоятын боламыз. Яғни бірінші суын төгіп тастаймыз. Осылайша екінші сумен қайнайды, әдемілеп бетінде мінекей майлар шыға бастаған, және де көбігі шықпайтын болады. Если көбігі шығатын болса, сізде көбігін алып тастайтын болыңыз. Осы кезде біз сәбіз, пияз, сарымсақ, лавр жапырағын, ірі қара бұрышымызды саламыз, және де үстіне тұзымызды салып жібереміз дәміне қарай. Осылайша қайнататын боламыз. Біз 4 немесе 5 сағат көлемінде қайнататын боламыз. Мінекей біздің 5 сағат қайнаған осындай етіміз осындай болып шықты. Сүйегінен еттері алынып тұр, мінекей өте жұмсақ болған. Үстіне ешқандай су құймайтын боламыз. Су азайса да азая береді. Сол күйінше үстіне су құймайтын боламыз. Осылайша еттердің бәрін, сүйектердің бәрін алып аламыз. Етті сүйектен ажыратамыз, және барлығын турап шығатын боламыз. Керек емес және қарайған жерлер болса алып тастаймыз. Етімізді толығымен турап шығамыз. Қатты майдағы ірі турай береміз. Өйткені мен бұны мясорубкадан өткізейін деп тұрмын. Өз қалауынша әдемі формасын келтіріп 4-3 турап шықсаңыздар да болады. Мясорубкадан өткізбей өз қалауынша жасаңыздар. Осылайша барлығын сүйектерін алып, еттерін турап шығамыз. Мінекей етімізді толығымен турап болды. Енді сәбізімізді майдалап турап шығатын боламыз. Мен осындай мясорубка қолданатын боламын. Мясорубкамызды әдемілеп орнатып алып, еттің бәрін айдап шығамын. Мінекей мясорубкадан өткен етіміз дайын. Сәбізімізді де турап алдық, және де мен бетіне сепкенге кішкене укроп қолданатын боламын. Укропты да майдалап турап аламыз. Мен холодецтерді орналастырған осындай пластикалық форманы қолданатын боламын. Холодильникке қойғанға өте ыңғайлы болып табылады. Осылайша барлығын қойып аламыз бірінші. Ең алдымен туралған укроптарымызды бетіне сеуіп аламыз пластиктің. Енді пластиктің астыңғы жағы, яғни холодецтің беті болады. Мен дастарханға қойған кезде төңкеріп, яғни астыңғы жағын беті қоямын. Сонда әдемі болып көрінетін болады. Осылайша ең алдымен укроптарымызды сеуіп аламыз. Одан кейін сәбізімізді орналастыратын боламыз. Сәбізімізді дәл солай осылай укроп сияқты бәріне сеуіп шығамыз. Келесі кезекте енді еттерімізді толығымен орналастырып шығамыз. Барлығына салып шығамыз. Осы кезде сорпамызды қатты ысытып қоямыз. Ысыған сорпамызды сүзгіден өткізіп аламыз. Ішінде керек емес заттары барлығы қалу үшін бізге таза сорпа қажет болады, мөлдір сорпа. Осы сорпамызды дайындап қойған контейнерлерімізге, яғни еттеріміз салынған контейнерлерге енді бәріне құйып шығатын боламыз. Мен бірінші бәріне құйып шықпаймын. Кішкене құямын, өйткені бетіндегі майлардың барлығына бірдей бөлінгенін қалаймын. Осылайша бәріне құйып шығамыз. Енді бетін жауып, суға қойып қоямыз. Бірден холодильникке салмаймыз. Ыстық кезінде холодильникке салуға болмайды. Суығаннан кейін барып холодильникке саламыз. Мінекей бір күн холодильникте тұрған холодецтеріміз осындай болып шықты. Әдемі болып қатты, өз формасын жақсы ұстап тұр. Өте керемет болып шықты. Формасынан да оңай алынады. Айнала шетін қозғап жіберсеңіздер өте жеңіл алынатын болады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар. Дастарханыңызға өте әдемі сән береді, өте дәмді болып шыққан коллагенге бай, организміңізге керемет қорек кез болып табылады. Қыстыгүні жегенге өте дәмді болады.
Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Каналыма жазылмаған болсаңыз жазылып кетіңіз. Видеоның астына лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Сізге көп рахмет.